Ассалаумалейкум қыздар, қалдарыңыз қалай? Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Дана. Бүгінгі видеода да сіздерге қысқа сақтауға арналған керемет салаттың рецептісімен бөліскелі отырмын. Видеоны бастамас алдын арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Мен салатқа қажетті барлық көкөністерді жуып тазартып дайындап қойдым. Бұл салат үшін бізге қияр қажет болады. Қиярдың тым үлкен емес, осындай орташа көлемдегісін пайдаланғандарыңыз дұрыс. Және де сәбіз, мұнда сарымсақ, пияз және де ащы бұрыш. Мен бұл ащы бұрыштың тек жарты бөлігін ғана қосамын, себебі менде тым үлкен. Сіздерде кішірек түрі болса, бір данасын қоссаңыздар болады. Мұнда 40 қабат және де осындай болгарский қызыл түрінен пайдаланып жатырмын. Және де қызанақ. Қызанақты мейлінше етті, сулы түрін алғандарыңыз дұрыс. Дөңгелек болып келген сулы етті қызанақтар салаттарға өте жақсы үйлеседі. Енді қызанақтарымызды дәл видеодағыдай қатты үлкен немесе қатты кішкене қылмай, орташа көлемде турап аламыз. Қиярларымызды да орташа қалыңдықта тураймыз. 40 қабаттың жұқа жапырақшаларын кішкене қалыңдау етіп, ал қатты бөлігін кішкене жіңішкелеп турағандарыңыз дұрыс. Тәтті бұрышымызды да ұзыншалап турап аламыз. Қызыл түрін пайдалану міндетті емес, жасыл түрінен немесе сары түрінен де пайдалана берсеңіздер болады. Пиязымызды да ортасынан бір бөліп, тамаққа турағандай етіп турап аламыз. Алдында айтып өткенімдей, мен ащы бұрыштың тек жарты бөлігін ғана қосамын. Мұны мейлінше жіңішке етіп турағандарыңыз абзал. Мұнда көк шөптеріміз, өздеріңіз ұнататын шөптерден пайдалансаңыздар болады. Менде аз көкпен кішкене ғана кинза. Сәбізімізді осындай морковь по-корейски жасайтын үккішімізден өткізіп аламыз. Мейлінше ұзын етіп өткізгендеріңіз дұрыс, сонда салаттың ішінде өте әдемі болып көрінеді. Енді үлкендеу ыдысымызды алып, ыдысқа қызанағымызды, болгар бұрыштарын, қиярымызды және де 40 қабатымызды саламыз, немесе орамжапырақ. Әр жерде әр түрлі аталады. Және де үккіштен өткізілген сәбізіміз, пиязымыз. Менің үлкенде болған ыдысымның өзі кішкентай болып қалды. Сондықтан осындай шараға ауыстырып жатырмын, араластырған кезде ыңғайлы болу үшін. Енді үстінен ащы бұрышымызбен жаңа турап алған аскөктерімізді саламыз. Сарымсағымызды үккіштен өткізіп қосамыз. 3 ас қасық қант саламыз. 2 ас қасық толтырып тұз саламыз. Және де 9% уксустан 5 ас қасық қосамыз. Жүз миллилитрдей иіссіз сұйық майымызды қосып, барлығын қолымызбен кішкене мыжып отырып, жақсылап араластырамыз. Бізде осындай әдемілік шығады. Енді қақпағын жауып, бөлме температурасында 2 сағатқа қалдырамыз. Бөлме температурасы дегенде үйлеріңіз тым ыстық болатын болса, кішкене салқындау бөлмелеріңізге қойғандарыңыз дұрыс. Және де әр жарты сағат сайын ашып, міндетті түрде жақсылап бір араластырып қойыңыздар. Сол кезде салаттың соғы молынан шығады. Соғы мол болған сайын салаттарыңызда өте дәмді болады. Мінекей, менде 2 сағаттың ішінде осыншалықты соғы шықты. Иісінің өзі өте керемет, бүкіл үйді алып кетті. Дәл осы қалпында жеп қойғым келеді. Енді жақсылап стерилденген, ыстық суға парланған банкаларымызға салаттарымызды салып шығамыз. Қақпақтарында ыстық суда қайнатып алуды ұмытпаңыздар. Қыздар, сіздерге айтарым, дәл осындай воронка алып қойыңыздар. Жандарыңыздың рахаты кез келген салатты ағызбай, тамызбай, шашпай, төкпей, даққа осылай салып аласыздар. Және де айта кететін нәрсе, салаттарды салған кезде қасықпен нығыздап тұруды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіздерде дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, тура 3 литр салат шығатын болады. Салаттың соғын дәл видеодағыдай көкөністерімізбен бірдей банкаларымыз толатындай етіп құйып шығамыз. Мінекей қыздар, бізде осындай әдемілік шығады.
қыстың күні сүйсініп жейтін салаттарыңыздың қатарына қосылатыны анық. Енді қазанымызға су құйып ысытамыз. Осылай буы шығып ысы бастаған кезде түбіне мата сүлгі төсеп, банкаларымыздың қақпағын қатты нығыздамай кішкене жауып, қазанымыздың ішіне орналастырамыз. Суын мейлінше толтырып құйыңыздар, бірақ қайнаған кезде тасып кетпейтіндей болуы керек. Қайнаған сәтінен бастап есептеп 25-30 минуттай жоғарғы отта жақсылап тұрып қайнатып аламыз. Неге қыздар, біздің салаттарымыз дайын. Енді қақпақтарын барынша күштеріңізді салып, нығыздап бұрайсыздар. Закрывашкамен жабылатын қақпақпен де жасасаңыздар болады. Бұрама қақпақпен жасау міндетті емес. Қыздар, егер сіздерге видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Және де арнаға тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта қыста сақтауға болатын өте жақсы салаттар мен тұздалған көкөністердің рецептісін ұсынатын боламын. Енді дайын банкаларымызды суығанша жылы көрпеге немесе осындай сүлгіге орап қоямыз. Біздің салатымыз осымен дайын. Жасап көріңіздер. Қыста рахаттанып отырып отбасыларыңызбен жейтін боласыздар.